Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен фисташковый рулетті бірге дайындаймыз. Алдымен каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де алдағы видеоларды жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп қойыңыздар. Бүгін біз фисташковый рулет дайындаймыз. Бізге керегі 6 жұмыртқа, кукурузный крахмал, сосын фисташковый ұн және де қант керек болады. Грамдарын описанияға жазып қалдырамын. Ең алдымен жұмыртқамызды ағынан сарысыны ажыратып аламыз. Міне жұмыртқамызды ағынан сарысын ажыратып алдық. Енді бізге керегі тек қана ақуыз. Осыған шым-шым тұз саламыз алдымен. Енді миксермен көпіртеміз. Ақуызды осындай миксерлеп алдық, енді қантты аз-аздан салып, тағы да миксерлейміз. Міне осындай болып шықты. Енді кукурузный крахмалымызды саламыз. Тағы да бір араластырып жібереміз. Енді фисташка ұнын қосамыз. Осылай жақсылап. Енді кондитерский мешокқа саламыз. Немесе бірден табаға салуға да болады. Енді табамызға әдемілеп салып шығамыз. Міне осылай духовкамыздың листіне салып алдым. Енді пісіруге жібереміз. Енді кремін дайындауға кірісеміз. Ол үшін бізге творожный сыр, сахарный пудра және сливка керек болады. Оның барлығы салқын болу керек. Ең алдымен творожный сырды миксерлеп аламыз. Енді үстіне салқын сливка саламыз. Осы кезде сахарный пудраны да қосамыз.
Міне креміміз де дайын болды. Рулеттің бетін сәндеу үшін кішкене крем алып қаламыз. Пісіп шыққан коржымызды енді пергамент бумагамен бетін жауып аударамыз. Енді осылай ашып, мына бетіне крем жағамыз. Крем жақпастан бұрын коржымызды суытып аламыз. Содан соң барып кремді жағамыз.